Бәріне сәлем тағы. Ол мен бүгін мен Берлинде тегін футбол ойнауға бара жатырмын. Бүгін қазір көрсетсем қай жерде ойнайтынымызды. Ол поленің аты Пош стадион. Неше ойнайтын алаң бар екен, бәрін көрсетіп, және де қалай мұнда ойнаса болады екен айтамын. Пош стадионға келдік. Пош стадион дегеніміз ол сол Митте ауданындағы, Берлиннің Митте деген ауданында футбол ойнауға арналған 7-8 футбол алаңы. Ең жақсысы осы жердегі ол тегін ойнау үшін сен ертерек келіп өзіңе бір ойнайтын алаң тауып, немесе бір ойнап жатқан жігіттерге қосылса болады. Мен мұнда қазір бір Telegram канал группа тауып алып едім, Amateur футбол Берлин деген. И осында әртүрлі полиларда ойнауға болады. Полилардың сапасы керемет, бәрі тегін. Міне мысалға мынау алаң бос болып тұр. Ойнайын десе бәрі тап-таза. Зат қоятын енді мұнда жаңа душ комната, жуыну үшін ондай ештеңе жоқ. Бірақ өзінің заттарын бар отқан қасында, немесе мынандай будкалар жасалған, киімді ауыстыратын. Сол жерде ауыстырып нетіп жүре берсе болады. Біз осы сияқты бір поледа ойнаймыз. Одан басқа Берлинде басқа да футбол алаңдары бар, бірақ қиыншылығы сол көбінесе олар бос емес, және де тегін ойнау мүмкіншілігі барлық алаңда жоқ. Осыған дейін мен Шарлоттенбург деген жерде FC Герта 09 деген команданың алаңда ойнап едім. Бірақ ол алаң қазір жабық, ол басқа командаға өтіп жатыр. Сондықтан біз ол жерде ойнай алмаймыз. Бірақ бүгін менің ойымша осы Пош стадионда жақсы ойын болады деп ойлаймын. Пош стадиондан одан басқа тағы бір 5-6 алаң бар. Оны кішкене уақыттан кейін көрсетемін. Немесе жаңағы 2 минуттың ішінде слайд ретінде ме, немесе суреттер ретінде көрсетермін. Өйткені мына жерде Пош стадионының орналасқан жері, алып тұрған жері қатты үлкен. Сондықтан бәрі кадрға сыймайды деп ойлаймын. Және де мұнда Пош стадионда футбол алаңдарынан басқа осындай скейт және велосипедтер тебуге арналған алаң бар екен. Және де мұнда үлкен футбол алаңы, мұнда бір қазір жарыс өтіп жатқан сияқты. Американдық футболдан ба, сондай бірдеңе болып жатыр қазір. Мына жерде жаңағы турниктер бар тағы, одан басқа мына жерде бір жарыс өтіп жатқан сияқты қазір көру керек. Осы жерде ойнай аламыз ба жоқ па? Өйткені алаңдардың бәрі бос емес сияқты. Манағы бірінші алаңнан басқа. Балалар арасында жарыс тұрды. Сағат кешкі 6, күн жарқырап тұр. Біз негізі осы алдымыздағы алаңда ойнаушы едік, бірақ мұнда қазір басқа бір жігіттер ойнап жатыр. Мұнда бір жарыс болып жатыр.
ойнап болды. Biraz тексереlim. Мына енді көпшілік ойнайтын алаңдар. Мына жерде уже газон кішкене ескілеу. Шаршаған. Бірақ мына жағы бос сияқты, қазір сұрау керек қалған. Мына жігіттер ойнап болыпты. Қазір енді мына алаңда өзіміз ойнаймыз. Ол жел соғып отыр. Бүгін танымайтын көп жігіт болды. Кішкене ойын қиын болды. Ойынның қиындығын танымайтын жігіттер ойнаған кезде енді бір кемсіздіктер де бар ол жақта. Ол анау пас бере қоймайды, бір-бірін танитын балалар бір-біріне пас береді деген сияқты. Сосын кішкене дисциплина жағы қиындау. Орта кім тұрады деген сияқты. Соның бәрі ауысулар кішкене оңай болған жоқ, бірақ жақсы ойын болды. Сол тегін алаңның кемшіліктерін айтсақ, сол кемшіліктің біреуі сол поле бос болмауы мүмкін, және де сол танымайтын адамдармен ойнайсың көбінесе. Бірақ сенбі жексен сол уақыт өткізудің бір түрі деп ойлаймын. Тегін спорт. Осы жерде сіздер Поштадиумның картасын көрсеңіздер болады. Мына жерде 6-7 футбол алаңы бар. Және де сілтемені мен біз ойнайтын группаға осы видеоның сипаттамасына қосамын. Сіздер кіріп тіркелсеңіздер болады. Біз әр сенбі ойнаймыз.